Қайырлы күн баршаларыңызға, сіздермен бірге Омар Нұрбек. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шим деп аталынады. Шеретный импульсный модуляция. Ол не үшін керек және қалай пайдаланамыз? Алдарыңызда тұрған схемада 9-шы пинға мультиметр жалынған. Мультиметріміз 9-шы пиндағы кернеуді өлшейтін болады. Программамыз 9-шы пинға 2 секундта 1-ді береді, яғни хайды, 2 секундта 0-ді береді, яғни low деген. Начать моделированиемен басатын болсақ, бізде 2 секундта 5 вольт, 2 секундта 0 вольт барады, яғни 1 мен 0. Енді көріп отырсаңыздар, яғни біздің сандық пиндарымыз 0-ден бастап 13-ге дейін екі мәнде жұмыс жасайды, яғни 0 немесе 5 вольт. Бірақ осы сандық пиндарымызда кейбір пиндарымыз бізде шим ретінде жұмыс жасай алады. Олар бізде 3-ші, 5-ші, 6-ші, 9, 10, 11-ші пиндар. Оларды ажырату үшін, яғни қайсы шим екенін білу үшін алдында тұрған знакқа қарайсыздар, яғни ерек знак тұратын болса, осы сандық пиніміздің алтауы не болады? Шим ретінде жұмыс жасайды. Яғни ағылшынша PWM деп аталынады. Ол қалай жұмыс жасайды? Енді бізде қазір 9-шы пиніміз, яғни шим ретінде жұмыс жасай алады. Бізде пин модымыз осылай қалады, яғни output режимде. Енді осы жердегі программамыз өзгереді, яғни digitalдың орнына біз analog write деген команданы жазамыз. Удалить етейік. Analog write 9-шы пиніміз. Енді бізде 0 емес, 0-ден басып 255-ге дейін мән береміз. Біріншісі 0-ді беріп көрейік. Delay. Тоже 2 секунд жансын. Және 255. Енді біздің мультиметрімізді көретін болсақ, начать моделерін. Тоже 0 вольт және 5 вольт, яғни 255-те 5 вольт барады. Енді сандық пиннан, басқа сандық пиндардан осы шим пиндарының айырмашылығы 0-ден басып 255-ге дейін кез келген нені бере аламыз, санды бере аламыз. Мысалы, беретін екінші мәніміз 50 болсын, үшіншісі 100 болсын, төртіншісі 150, 200 және 255. Начать моделерінен басатын болсақ, 0, яғни 0 вольт, 50 берген кезде 1 вольтқа жақын, 2 вольтқа жақын, 3 вольтқа, 4 вольтқа, яғни 5 вольт болады. Бұл не деген сөз? Яғни біз шим арқылы 2 мән емес, одан да көп мәндерді бере аламыз. Яғни 0-ден бастап 5 вольтқа дейін. Яғни 0-ді берсек, бізде 0 вольт, 255-ті берсек 5 вольт береді. Неге бұл жерде 255 дейтін дегеніміз? Не үшін 255? Себебі біздің осы шим пиндарымыз 8 битті, яғни 2-нің 8 дәрежесі деген сөз, ол бізде 256 мәнді береді. Яғни 0-ден басып есептеген кезде 255-ге дейін бізде 256 мән болады. Бұл не үшін керек дейтін болсаңыздар, бізде алдағы уақытта Arduino'ға біз мотор жалғаймыз. Ол моторды біз high-low немесе 1-0 беретін болсақ, не максимальный мәнмен айналады, яғни скоростьпен, немесе мүлдем тоқтап қалады. Ал бізге не істеу керек? Скоростьты басқару керек. Яғни скоростьты басқару үшін біз осы шимді пайдалану арқылы әртүрлі скорость бере алатын боламыз. Ол моторды алдағы уақытта сабағымызда қарастыратын боламыз.